Көкшетаудағы жаңа жылу электр орталығының алғашқы қазандығы 2028 жылы іске қосылмақ. Жалпы қуаты 820 гигакалория болатын стратегиялық нысан толыққанды 2029 жылы тапсырылады. Бүгін Ақмола облысына іс-сапармен барған премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев өңірдің энергетикалық қауіпсіздігін бағамдап, инфрақұрылымдық және инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты. Құрылысы бірнеше жыл шегеріліп келген Көкшетаудағы жаңа жылу электр орталығының құрылысы биыл қарқын алып отыр. Оған 2,5 мыңға жуық жұмысшы тартылмақ. Тіпті алғашқы қазандығы мерзімінен бұрын іске қосылады деп сендірді құрылысқа жауапты Самұрық Қазына акционерлік қоғамының басшылары. Станция толық іске қосылса, облыс орталығындағы қуат тапшылығы жойылады. Биыл қазан айында бірінші қазандықтың жабдықтары жеткізетін болады. Турбиналарымызды келесі жылдың наурыз айынан, сонымен бірге 2028-дің бірінші тоқсанына жеткізіп орнатылатын болады. Биыл өңірде логистика мен көлік қатынасының күре тамыры саналатын 16 темір жол вокзалы жаңартылып жатыр. Оның 9-ы жаңадан салынды. Көкшетаудағы темір жол вокзалының ішкі жұмыстары толық аяқталды. Ендігі ретте перрондағы жұмыстар қалған. Енді бұл елімізде алғашқы рет болып жатыр ғой. 124 темір жол вокзалдары қайта жаңғыртудан өтіп жатыр. Ішінде көбісі жаңадан салынып жатыр. Бұндай болмаған. Ең негізгісі уақытылы, сапалы аяқтау керек. Біз сіздерге өткенде тапсырма бердік. Негізінен бірінші осы шілдеге дейін негізгі вокзалдардың бәрі ашылады. Қалғандар тамыз айында ашылу керек. Бұл вокзалда әсіресе жабдықтар арнайы адамдарға жасалып жатқан кассалардан бастап перрон, лифттер, арнайы эскалаторлар орнатылып жатыр. Бүгінгі дейін 1,5 мыңнан астам жолаушыға қызмет көрсететін Көкшетаудағы темір жол вокзалы күрделі жөндеуден кейін қосымша 1,000 адамды қабылдай алады. Байқағаным, Қазақстан бойынша барлық жерде жаңартылып жатқан секілді, себебі Ақтау қаласында да жаңартылып жатыр. Ол жақсы деп ойлаймын. Қазіргі 21 ғасырға сай қылып, бәрін жаңартса жақсы болады. Бәріне туристерге де, Ақтауға да, Көкшетаудың халқына да жақсы болады күнделікті қолдануға. Шаһардағы Көкше индустриялық аймағына 1,5 триллион теңге инвестиция тартылмақ. Экономиканың қозғаушы күшіне айналатын инвест жобалар жүзеге асса, 20 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары ашылады деген болжам бар. Бибінұр Амырханқызы, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.